деструктивтік діни бағыттағы адамдар, олардың тарапынан осы 2020 жылы 40-тан астам экстремистік белгілері бар құқық бұзушылықтар тіркелген. Істердің ішінен 12 іс сотқа жолданды қазіргі уақытта. Ол жаңағы нақты деструктивтік діни ағымдарды ұстанушылардың әрекеттерінде экстремистік қылмыстарды жасады деген белгілері сараптама арқылы, басқа да дәлелдемелерді жинау арқылы анықталған. Көбінесе жаңағы деструктивтік діни ағымдардың жақтастары, ұстанушылары экстремистік материалдарды интернет арқылы адамдарға таратумен айналысады. Адамдар көбінесе айтып жатады, біз білмедік деп, мына материалдар экстремистік екен деп. Ол заңды білмеу, енді заңнан жауапкершіліктен босатпайды. Кейбіреулер біле тұра істейді, сондықтан көбінесе қазір бас бостандығына шектеу жазасы қолданылады.